ұлтқа ұстан, елге тұтқа болған ұлт зиялыларының барлығы ең алғашқы білімін молдадан және медреседен алған. Олардың әр шығармасының өзінде бір Алланы есіне алып, содан бастап шығармаларының арқауын ары қарай тарқатып отырған. Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиі, Ыбырай Алтынсариннің Кел балалар оқылық өлеңінің өзі осы Алланы еске алумен басталады. Дінді өзі жетік біліп, соны тереңнен оқыған алаштықтардың өзінде осы дінше молдалардың көп іс-әрекеттерін сынау арқылы әйел теңсіздігіне қатысты, мынау қыз баланың қоғамдағы рөліне қатысты көптеген шығармаларынан, сонымен қатар роман, прозалық, поэзиялық шығармаларынан біз көптеп біле аламыз. Сұлтанмахмұт Торайғырұлының мынау Кім жазықты, Спандияр Көбеевтің Қалың малынан, оның ішінде Міржақып Дулатовтың Бақытсыз жамалынан, Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісінен, осы шығармалардың өзінен біз мынау дүмше молдалардың іс-әрекетін, сонымен қатар салт дәстүрді дұрыс ұстанбай, мынау шариғаттың өзін бұрмалаушылығымен келетін сынаушылықтарды, яғни сыни көзқарас білдіре арқылы қоғамдағы қайшылықтарға қарсы шыға отырып, өздерінің пікірін білдірген, тек қана өмірлерін дінмен байланыстырып қоймай, алған білімдерін халықтың игілігіне, қоғамның дамуына, болашаққа жетелеуге бағыттап отырды десек болады. 19 жасында Құранның 13 парасын білген Сұлтанмахмұт Торайғыров, сонымен қатар өзінің өлеңдерінде дінді насихаттап жүрген Мағжан Жұмабаев, игі ізгі қасиеттер мен жаман әдеттердің ара жігін ажыратып жүрген Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларының өзін қарап отыратын болсақ, дінді өздері тереңнен игеріп біле отырып, ал қайраткерлік жағын халыққа жұмсаған, халыққа қызмет еткен қайраткерлердің болмысын көре аламыз. Айтады ғой, мұсылман болу дегеніміз, ол өзіңнің қасындағы бауырыңа білімді, ғылымды насихаттаумен бірдей дегенді білдіреді. Енді Ахмет Байтұрсынұлының өлеңінің өзінде айтылады: адамдық диқаншысы қырға шықтым, көгі жоқ, көгалы жоқ, қырға шықтым, тұқымын адамдықтың шаштым ектім, көңілін көтеруге құл халықтың дейді. Бұл жерде де қарап отырсаңыздар, мынау бір жақты діннің өзін, ара жігін білімнен, ғылымға ден қою арқылы алдына мақсаттар қоя отырып, ұлт деген кезде алаш зиялыларының өзі қоғамға, ұлтқа, сонымен қатар болашаққа қызмет ету керектігінің барлығын айтып отырған.